Ең сүйікті өлеңіңізде қайырма неше рет қайталанады? Енді бұл өлеңді неше рет тыңдағаныңызды есіңізге түсіріп көріңіз. Қайырмасын тіпті жүздеген рет болмаса да, ондаған рет естіген шығарсыз. Және қайырмасы қайталана беретін тек батыстың танымал әндері ғана емес. Қайталану бүкіл әлем мәдениеттеріне ортақ қасиет. Сонымен неге музыка қайталануға соншалықты бағынышты? Жауаптың бір бөлігі психологтар ми экспожер эффект, яғни таныстық эффекті деп атайтын нәрседен келеді. Қаша айтқанда, адамдар бұрын кездестірген нәрселерді жағымды қабылдайды. Мысалы, радиода бізге онша ұнамайтын өлең қосылады, бірақ біз бұны кейін дүкеннен, кинотеатрдан және тағы да көше бұрышында естиміз. Содан кейін біз ырғаққа үйренісіп, сөздерін айтып, тіпті өлеңді жүктеп аламыз. Бұл mere exposure effect тек әндерде ғана жүзеге аспайды. Ол сонымен қатар формалардан бастап жарнамаларға дейін бүкіл нәрсемен жұмыс істейді. Сонда қайталанудың музыкада сонша қарқынды таралғанын қалай түсіндіреміз? Осыны зерттеу үшін психологтар адамдардан нақты қайталану кездеспейтін музыкалық композицияларды тыңдауларын сұрады. Адамдар композициялардың үзінділерін не олардың түп нұсқасында, не қайталану енгізілген цифрлық нұсқада тыңдаған. Түп нұсқалар 20 ғасырдың мәртебелі композиторларымен жазылып, ал қайталанатын нұсқалар дөрекі жолмен дыбыстық редакциялау арқылы жасалған болса да, адамдар қайталануы бар нұсқаларды неғұрлым жағымды, қызықты болғанын және бұларды цифрлық емес, шын композиторлар жасағанының мүмкіндігі көбірек деп бағалады. Музыкалық қайталау терең әсер етеді. The Muppets'тің мана классикасы туралы ойланып көріңіз. Сіз бұны бұрыннан естісеңіз, менің мана деп айтқанымнан кейін деп жауап бермеуіңіз мүмкін емес. Қайталану музыканың әр битін келесі келетін битпен дереу байланыстырады. Сондықтан сіз бірнеше ноталарды естіген кезде келесі ноталарды елестетесіз. Сіздің санаңыз ойланбастан әнге қосылады және сіз өзіңіз байқамай-ақ дыбыстап айта бастауыңыз мүмкін. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, адамдар музыканың қайталанатын бір бөлігін тыңдағанда, олардың қозғала бастауының немесе қосылып айта бастауының ықтималдығы көбірек. Қайталану бізді музыкаға пассивті тыңдаушы ретінде емес, қиялымызда қосылып айтуға шақырады. Сонымен қатар зерттеулер тыңдаушылардың назары музыкалық қайталауларға аударылатынын және қайта тыңдаған сайын дыбыстың әртүрлі аспектілеріне көңіл бөлетінін көрсетті. Бірінші рет сіз фразаның әуенін байқауыңыз мүмкін, бірақ ол қайталанған кезде сіздің назарыңыз гитара ойнаушының дыбыс жоғарылығын қалай өзгертіп жатқанына аударылады. Ол тілде де кездесіп, семантикалық қанығу деп аталады. Atlas ad nauseam сияқты сөз қайталанып тұрса, сіз сөздің мағынасы туралы ойлануды тоқтатып, оның орнына дыбыстарға назар аударасыз. Л әрпі Т әрпінен кейін қызық келетініне. Осылайша қайталау алғаш тыңдағанда байқалмаған дыбыстар әлемін ашады. Т әрпінен кейінгі Л әрпі Атлас сөзіне эстетикалық тұрғыда орынды болмауы мүмкін, бірақ гитарашының дыбыс жоғарылығын өзгертуі мәнерлілік тұрғысында өте маңызды болуы мүмкін. Әндегі сөздің иллюзиясы сөйлемнің жай бірнеше рет қайталанғанда қалай тыңдаушылардың назары дыбыстың жоғарылығы мен темп аспектілеріне аударылатынын көрсетеді. Осылайша қайталанып айтылған ауызекі тіл шынымен ән болып естіле бастайды. Осыған ұқсас эффект дыбыстың кездейсоқ тізбегінде де кездеседі. Адамдар тек бір рет естіген кездейсоқ тізбектен гөрі қайталай тыңдаған кездейсоқ тізбекті әуендірек деп бағалайды. Қайталану мелодияның ноталарын бағдарлауға жол ашады. Біз бұл өлеңді ерекше әуенді деп санай бастаймыз және санамызда қосыла әндетіп, ендігі келетін нотаға қатыса аламыз. Тыңдаудың бұл режимі музыка сегменттерінің миымызға сіңіп, ойымызда қайта-қайта ойнайтын музыкалық құлақ құрттары сезіміне де байланысты. Сыншылар көбінесе музыканың қайталанғыштығын балалық немесе регрессивті деп санап, жақтырмайды. Ал шын мәнінде қайталау біз әуенді деп санайтын тәжірибе түрін туғызатын негізгі қасиет болып табылады. Ал сіз қайталануы бар қандай әуендерді білесіз? Онымен комментарийде бөлісіңіз. IQ-дің жаңа бөлімдерінде көріскенше.